Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен Хатият Нұрсұлтан, Суперкигайд арнасы және ең ұзақ көптен, яғни сағынып күткен посылка, ол бүгін бізде микрофон келді, достар. Мінекей, көлеміне келетін болсақ, бұл микрофонның көлемін қараңыздар, міне. Осындай болып көреді, мен көп көрсетпей ақ қойын, мен бүткіл данылар, яғни бүткіл даныйым бар, оны көрсетпей ақ қойын, осындай, в общем, осындай посылка келді. Бұл микрофонды ұзақ күттім, өте ұзақ күттім, себебі менің микрофоным білесіздер, баяғыша, егер де инстаграмда болмасаңыздар, немесе ВКонтактеде болмасаңыздар, тіркеліңдер, описаниеда ссылкалар бар. Соған тіркелсеңіздер, сол кезде жазған болатын мен ВКонтактеге микрофоным істемей қалды деп. Тағы да айтам, оны сындырған Аманжол емес. Аманжол егер қарап отырсаң қорықпа. Көбісі просто маған личкаға солай жазып жатыр. Аманжол сындырып тастады ма деп. Олай емес. Амеке, сен қорықпа. Ал менің жазушыларым шамалы қателесіп кетті. Өзім сындырдым, құлатып алдым. Сондықтан ештеңе етпейді. Міне, ендіге жаңа микрофон келді ғой. Жаңа ескеп қарайын. Фуф, Китайдан шығып тұр. Ойнап айтам. Так, достар, енді ашып көрейік. Көп сөз, боқ сөз ғой енді. Ұнаса лүпілдеріңізді басыңыздар, арнаға тіркеліңдер, комментарий жазыңыздар. Енді менің ең сүйікті екінші милашкам, ол менің қайшым. Яғни тағы да пуканда жарлады ғой. Неге анан алмайсың, неге нарезкіма деп жаңағыдай. Кесетінде неге алмайсың, анан алмайсың дейді. В общем, бізде бір сөзбен қазақпыз ғой. Ақша жоқ. Бірақ микрофон алуға ақша тауып аламыз. Так, кеттік, ашып көрейік. Ішінен не бар екенін көреміз ғой. Сендерден гөрі өзімде кәдімгі күтіп жүрмін, ішінде не бар екен деп. Сосын Амеке, ашпай тұра тұрайын. Фоныңа рахмет, бұл фон танып тұрған барсыңдар да. Арзан қымбат деген. Кезінде мықты видео түсіріп едік. Десін, ойнап айтам. Сол фон, Аман, саған рахмет, көп осы фон маған қалдырып кеткеніңе. Бұл Аманның подаркасы біздің Суперкигайд арнасына. Рахмет, Аман, неге қарап отырсаң. Так, жалғастырамыз, ашып көрейік. О, красавица. Пакет упаковкасы келетін болсақ, упаковкасы тек қана бір пакет көрдіңіздер ме? Тек қана бір пакет. Андай коробкаға ішіне салып, яғни бос орындарға қағаз тықпаған. Китайстар ондай жақсы көрмейді. Олар максимально экономичны, көрдіңіздер мұны пакет тек қана. Сондайға салып. Так, өте жарайсыңдар. Ең басты іші тәуір болса ол бізге. Сыртын ғой іште. Так, сыртында білесіздер ғой, мынау дейтін андай нервіні қалай успокаивать ететін не ғой? Успокаивать ететін деген қашасы қалай комментария жазып жүріңдер. Нервіңді басатын, короче, не ғой? Пытық деп, пытық деген немен. Пытық деп микрофон сындырып тастайсың, да? Ойнап айтам. Кеттік, ашып көрейік енді не бар екен ішінде. Бізге пытықтың керегі ештеңесі жоқ. Біздің қайшы натури қазақ екен, осымен өтпей жатыр ғой, төпет етіп. Ашып көрейік, не бар екен көремін ішінде қазір. Так, все болды. Мінекей достар, ең тәттісіне келетірік. Ең тәттісі ол менің көп күткен, менің емес тек қана барлық 63 мың жазушының күткен ол микрофон. Өте керемет, қараңыздар достар. Грамотно оны. Қораба көп міне көрдіңіздер ме мына жерде міне. Бірдеңе соққан ба, транспортировка болған кезінде, әкелген кезде бір соққан, немесе бір жерге қалып қойған, немесе астында алып қойған. Міне достар, керемет. Керемет, өте керемет. Сырты пока ұнады, енді ішіне ашып көрейік, ішіне не бар екен. Так, достар, қараңыздар. Өте керемет, мына жерде енді көріп тұр ма, сізде көрінбей тұр ма? Даже несі ашылмаған ма? Несін әрі қалай айтуға. В общем, салафаны деп айтуға. Салафаны ашылмаған, өте керемет. Бұл бір плюстердің бірі болып табылады ғой. Салафандары ашылмаған болса. Егер де бұл салафан мына жерден ашылған болса, онда ол немесе почтада қаралды, немесе сатушының өзі қараған. Сосын көбісі айтты маған, неге Алиэкспресстен заказ беріп жатсың, Алиэкспрессте істемей қалу мүмкін деді. Но істемей қалу мүмкін дегенде, қалай айтсам болады, 50 на 50, 50-ге 50 ғой. Кейбіріне істемей қалады, кейбіріне бірақ түседі, кейбіріне оригинал түседі. Оригинал дегенде істейтіні түседі дегенім ғой. Егер де Samsungның өзінің сайтынан заказ берсем, достар, өте қымбатқа шығады, өте қымбатқа. Қорапты ішіне ештеңе жоқ. Ішінде, яғни кітапша, бұл кітапша, яғни оқымыстыларға арналған, ондайға бізде қарамаймыз. Так, аспан ішінде бірдеңе бар екен тағы да. Сәт, гарантияны талон ба? Сондай бірдеңе. Енді біздер чисті қазақпыз, оқымаймыз ғой ондайды. Не? Яғни өзінің официальный нелері ғой, ссылкалары, нелері. Так, бұны алып қойайық. Міне, ең кереметті осы ғой. Красавица. Әп-әдемі қандай, қараңыздар достар. Сразу ұстағанда база жоқ, оригиналдың көрініп тұр достар. Апор достар, серьезно.
Аппауыр кәдімгі реально бар ғой, кәдімгі металл екен. Металл сияқты, кетіп көрейік. Өте керемет, асты мынандай екен. Астында мынандай тығатын несі бар. Микрофонның өзі өте ауыр. Андай болады ғой, легкий металл дей ма, қалай айтылады? Легкий металл, металлдың жеңіл түрі бар, сондайдан жасаған. USB Studio конденсаторный микрофон деген ғой. В общем, мына жерде не тығатын, наушник тығатын, ал мына жерде яғни микрофон істеп тұр, істемей тұр деген ғой. Так, комплектация не бар екен ішінде? Өте керемет, аяғы бар екен. Яғни үш аяқты ножка дейді бұны. Үш аяғы бар ножка екен. Так, қойып қояйық. Сосында бұл жерде USB бар. Бұл USB микрофон. Ең жақсысы, сразу тығасыңдар USB-ға. Және мынау микрофонның көтеніне тығатын. Яғни артқы жағына тығатын. Өте сыпайы сөйлейік. Мына жерге тығатын ғой. Так, басқа не бар ішінде? Ештеңе жоқ та. Өте керемет. Так, енді мына былай қойып қоятын ғой да. Аха, мына былай қояды екен мына жерге. Так, ножкасына байлап қояйық енді. Біздер көрейік не болатын. Қалай болып тұратын қарамаймыз ба. Өте ұзақ оралады екен шынымен деген. Ножкасы бас жағы мына жері пластмасса, ал ножканың өздері темір, металл. Міне, микрофон осылай тұрады достар. Өте керемет, стойкасы мықты екен. Так, енді бағасына келетін болсақ. Бағасы бұл мен алған кезде $80 болатын. $80. Қазір енді бір курс өзгеріп кетті. Мен алған кезде курс 334 пен алдым курс. Или 332 ма. $80-да қазір 332-ке көбейтеміз. Мен калькуляторымды шығарайын. Бісміллә. Теңгеге шыққан сіздерге көрсететін болам. Көбісі айтады, маған қаншаға алдың деп. Мен алған кезде $81 дейік, ладно, андай бір 80 бірдеңе доллар ғой, 80 бүтін 60 па 70, в общем 81 дейміз. $1 бізде 331 теңгеден алдым. Қазір білмеймін қанша екен. В общем 331 теңгеден алдым. Сонда бізде 26.800 теңге шықты. Доставка бесплатно. Осы сумманың ішіне кіреді Алиэкспресстен. Енді доставка қанша күнде келді десеңіздер, где-то бір 25 күнде келді маған. 23-25 күнде. Одан артық емес, одан кем емес. Ориентировочный где-то 25 күн деп айтамыз ғой енді. Сатушы өзі сол күнде айтқан маған 25 күнге дейін, бір айға дейін келеді деді, өзінің есіне тұрды. Ендеше достар, микрофон тексерейік, қалай дауысы өзгере ме екен, өзгермей ме екен, или бұрынғыша бола ма екен, BM8 бен салыстырғанда қандай екен, өз бағасына тұра ма екен, көреміз енді. Кеттік. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен Хатият Нұрсұлтан супер гигат жарнасы, және бүгінгі бізде Samsung Z Pro ма аты қалай айту үшін. Samsung микрофоны қалай дауысы? Нормально деп ойлаймын. Бұл дауыс без обработки, ештеңесіз, ешқандай программа қолданбай сразу жазылатын бұл программа Sony Vegas-қа. Сондықтан дауысын бағалаңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, арнаға тіркеліңіздер, бұйырса керемет видеолар жалғасады деген ойдамын. Сіздермен болған Шимаро дейін жатырмын. Супер гигач.